Бізге ең қажет дүние осы ғой. Алла тағала не үшін Құран кәрімде ең бірінші иқра деді, оқы деді. Нені оқы? Білім. Біз оқыған кезде, біз білім алған кезде ғана Алланың алдындағы дәрежеміз, немесе біздің ақиқатқа деген көзқарасымыз сол кезде жүрегіміздің ашылатын тұсы осы білімде екен да. Уақып осы мәселені реттеп алған, өзінің мақсатын белгілеп алған. Қазірде біздің иншалла Қазақстандағы құрылып жатқан уақыттың да мақсаты сол. Мінекей осы өздеріңіз отырған қайырымдылық мекеме ұқсаған Қазақстанда қаншалаған медреселер бар. Қаншалаған. Кеше біз есебін алып отырсақ, осындай қайырымдылық мекемелердің Құран жаттататын орталықтардан 30-ға жуығы бар екен. 814 шәкірт оқып жатыр екен сол жерде. Құран жаттап жатыр. Кеше Алматыға барғанда бірнеше жерлеріне барып аралап қайттық. Құран жаттап жатқан гүрілдеген. Мінекей біздің Алланың жолындағы мал мүлкімізді, қаражатымызды сарп ететін жерлер. Жаңағы ұстаз айтқанда, ертең бізге шапағат жететін сол біздің ұрпақтарымыз. Мына тәжік деген ұлт бар екен. Бір мотивация болсын айтып кетейін. Сол өздерінің баласының ішінде бір баласын міндетті түрде Құранға арнайды екен. 4-5 баласы болса, бір баласын міндетті түрде Құранға арнайды. Бітті, бағыштайды Құранға. Ол су тасымайды, шөп жыртпайды, жер қопармайды. Оны алақанына салады, ол тек Құран жаттайды. Неге? Шапағатшы ғой ол. Қандай күшті дәстүр.